Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен мампар сорпасын өзімнің жасау жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең бірінші қазанымызға майымызды құйып, қыздырып аламыз. Кейін етімізді салып, етіміздің суы тартылғанша жақсылап қуырып алатын боламыз. Етіміздің суы тартылғаннан кейін ұсақтап туралған сарымсағымызды және де пиязымызды салып 3-4 минут аралығында орташа отта жақсылап қуырамыз. Осындай майда төрт бұрыштап туралған сәбізімізді де салып жақсылап қуырамыз. Және де осы кезде болгар бұрышы және де қызанақ болса қосып қуыруға болады. Дәміне қарай тұз және де 2 шай қасық соя тұздығын қосамын. Соя бізге тамағымызға өте дәмді дәм береді. Және де томат пастасын салып, жақсылап қызартып қуырып аламыз. Осы кезде ұсақтап төрт бұрыштап туралған картошкамызды да салып, 1-2 минут аралығында қуырамыз. Және осылай су құятын боламыз. Менде шамамен 2,5 литрдай су құйдым. Қақпағын жауып қайнағанша қалдырамыз. Қайнағаннан кейін астын басып баяу отта қайнататын боласыздар. Енді біз қамырын дайындаймыз. Ол үшін електен өткізілген ұнымызға жарты шай қасық тұзымызды және де 1 жұмыртқамызды, суымызды құйып, қолымызбен қатты қамыр илейміз. Кеспеге илегенде қаттырақ қамыр болуы қажет. Осы қамырымызды енді салафан қалташасына немесе пищевая пленкаға орап 5-10 минутқа қалдырамыз. Он минуттан кейін осылай қамырымызды алып, қолымызбен иін қандырып басып, тағы да 5 минут 10 минутқа бетін жауып қалдыратын боламыз. Иі қанып тұрған қамырымызды алып, бастапқыда осылай жұдырығымызбен баса отырып, қамырымызды жұқартып аламыз. Кейін осындай оқтаудың көмегімен 4 жағынан осылай жая бастаймыз. Біздің қамырымыз қатты жұқа болып кетпеуі қажет. Кішкене қалыңырақ қамыр болады. Міне мен қамырды жайып алдым, кішкене қалыңырақ қылып. Енді видеода көрсетілгенде ұзыншалап кесіп шығатын боламыз. Енді осы қамырларымызды көптен емес, 2-3-еуден бір-бірінің үстіне қоя отырып, осындай майда 4 бұрышты етіп кесіп алатын боламыз. Міне барлығын осылай кесіп дайындап аламыз, бір-біріне жабыспайды. Енді осы қамырларымызды қайнап тұрған сорпамыздың үстінен салып, араластырып, бетін жауып қайнағанша қалдырамыз. Қайнағаннан кейін бетін ашық күйінде осы қамырымыз піскенше пісіріп алатын боламыз. Міне осымен біздің тағамымыз дайын. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Видео ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып және де қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Назарларыңызға рахмет.